Бүгінгі сабақта біз Adobe Photoshop редакторында постер дизайнын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жаңа құжат құру қажет болады. Файл создать командасын орындаймыз, немесе Ctrl-N батырмасын басамыз. Құжаттың өлшемін көрсетеміз. Енін 8:5, биіктігін 11 деп аламыз. Фонды күлгін түске бояймыз. Ctrl-Delete батырмасын басамыз. Жаңа қабат қосамыз және түстер палитрасына барып, ақ түсті таңдаймыз. Кисть құралын таңдап, фонның ортасын ағартамыз. Ендігі кезекте қажетті суреттерді бізге жұмыс аймағына әкелуіміз қажет болады. Ctrl-T батырмасын басып, құлпынай суретінің өлшемін өзгертіп, сол жаққа қарай бұрамыз. Сиқырлы таяқша құралымен құлпынайды ақ фоннан бөлектеп аламыз. Яғни бөлектеп алғаннан кейін Delete батырмасын басамыз. Перо құралын таңдап, кесіп алатын аймақты белгілеп, Maze Selection командасын орындаймыз. Ctrl-X батырмасын басамыз. Ctrl-V батырмасын басу арқылы кесілген бөлікті жаңа қабатқа қоямыз. Ctrl-T батырмасын басып, трансформациялаймыз. Перо құралын пайдаланып, бұрынғы орындалған әрекеттерді қайтадан орындайтын боламыз. Эллипс құралын пайдаланып, сопақша саламыз. Пипетка құралымен түсін таңдап, қызыл түске бояймыз. Боялған эллипсті формаға келтіріп, қабаттардың орнын ауыстырамыз. Ctrl-P батырмасын басып, трансформация командасын орындаймыз. Ctrl батырмасын басып, эллипсті ерекшелеп, жаңа қабат қосамыз. Кисть құралын таңдап, көлеңке эффектісін қолданамыз. Ctrl-D батырмасын басамыз.
Жаңа қабат құрамыз. Кисть құралының өлшемін тексеріп алыңыз. Перо құралын таңдаңыз. Выполнить обводку контура командасын орындаймыз. Контурды өшіреміз. Ctrl-G батырмасын басып, қабаттың көшірмесін аламыз. Алдағы әрекеттерді тағы қайталаймыз. Алдағы әрекеттерді тағы қайталаймыз. Қажетті суретті қойып, қабаттың орнын ауыстырамыз. Қажетті формаға келтіреміз. Ctrl-P батырмасын басып, деформация командасын орындаймыз. Қажетті формаға келтіреміз. Қабатқа маска қолданамыз.
құралының көмегімен ретке келтіреміз. Перо құралымен алдыңғы әрекеттерді тағы қайталап орындайтын боламыз. Қажетті суретті ашып, белгілі аймақтарды қиып алып, негізгі жұмыс аймағына қоямыз. Кисть құралымен тағы да өзгерістер енгізу қажет болады. Фонның түсін кез келген түске өзгертеміз. Ctrl-Delete батырмасын басамыз. Фондық түсті өшіреміз. Кисть құралымен фонның ортасын ағартамыз.
Міне осымен біздің құлпынай постеріміз дайын болды. Бүгінгі бейне сабақ сіздерге ұнаған болар.